армысыздар, қазақ елінің жарқын болашағы. Сіздермен бірге Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Ізбасарова Жанат Мұхтыбаевна. Сіздерге өтілетін пән электронды есептеуіш машинасы пәні. Сабағымыздың тақырыбы электронды есептеуіш машинасының жіктелу мен даму тарихы. Сабағымыздың мақсаты электронды есептеуіш машинасының даму тарихы жайлы оқушыларға толық мағлұмат беру. Ең ерте заманғы және бәрімізге белгілі есептеу құралы есепшот болып табылады. Есепшоттың пайда болған уақытын осы кезге дейін ешкім айта алмайды. Алайда деректерге қарағанда есепшоттың жасы 2000-5000 жылдар шамасында. Ал пайда болған жері ертедегі Қытай немесе ертедегі Египет, тіпті ежелгі Грецияда болуы мүмкін. 1642 жылы француз математигі Блез Паскаль 19 жасында дүние жүзінде бірінші рет қосу машинасы деген атпен белгілі жетектер немесе дөңгелектерден тұратын механикалық есептеу машинасын құрастырды. Ал 1694 жылы атақты неміс математигі Лейбниц Паскальдың идеясын дамытып, өзінің механикалық есептеу машинасын арифмометрді құрастырды. Дөңгелектің орнында мұнда цифрлар жазылған цилиндр қолданылды. Арифмометр қазір оқушының қолында жүретін калькулятордың негізін салды. Алғашқы есептеуіш автоматтың авторы Чарльз Бэббидж еді. Сондықтан оны көптеген адамдар қазіргі компьютердің атасы деп атайды. 1833 жылы ол бағдарлама арқылы басқарылатын аналитикалық машина жобасын жасады. Дүние жүзі бойынша алғашқы 1846 жылы Чарльз Бэббидж машинасына бағдарлама жазған Ада Лавлейс бағдарламалаушы деп саналады. ақш-тағы алғашқы автоматты компьютер Марк 1 деп аталады. Ұзындығы 17 метр, ал салмағы 5 тонна болып табылады. 75 000 электронды шамнан құралған. Ал балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Саналы ұрпақ жарқын болашақ дегендей, қазақ елінің жарқын болашағы болып қалыптасатындарыңызға сенеміз.